Тамшы KZ ұсынады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мұхтарам жамағат, құрметті бауырлар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз садақа жайлы болмақ. Өзгеге қол ұшын беру, мұқтаж жандарға көмектесу, бұл Аллах субханаху ва тағаланың ең ұнатқан амалдарының бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да ондай сипатты адамдарды мақтаған екен. Хайрун нас анфаухум линнас деп, адамдардың ішінде ең пайдалысы, өзгелерге пайдалырақ болғаны, өзгелерге көбірек көмектескені деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларды мақтаған екен. Халық арасында ондайларды жомарт деп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да өзінің хадистерінің бірінде ас-сахиюн қарибу миналлах, қарибу минан нас, қарибу минал джаннат, баидун анин нар деп, сахи, яғни жомарт адам, ол Аллаға да, адамдарға да, жәннатқа да жақын болады, тозақтан алыс болады деген екен. Расында да алып қарайтын болсақ, өзгелерге көмектескіш, жомарт адамдарды шынында да өзгелер ұнатады. Халыққа жақсаң хаққа жағасын деп Алла да ондайларды жақсы көреді. Өйткені барын өзгеге бөлісіп беру, Құдайдың бергенімен өзгелермен бөлісу, бұл расында да жомарт адамның ісі. Ондайларды Құдай тағала жәннатқа да жақын қылады екен. Бұл дүниеде істеген қателіктер мен ақыретке барып жазаланатын тозақтан Құдай тағала оларды алыс етеді екен. Және де Алла субханаху ва тағала Құран кәрімде Алланың бергенінен өзгелерге беру жөнінде айтады. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Біздің бергенімізден сендер де өзгелерге шығарыңдар, беріңдер, көмектесіңдер дейді. Мин қабли ан яъти ахадакумул маут Бірлеріңе өлім келместен бұрын дейді. Өйткені бұл өмірден өтетініміз хақ. Сол өмір сүріп жатыр екенбіз. Мүмкіншілік бар екен, Құдайдың бізге бергенінен өзгеге беруіміз керек екен. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала бәлкім сол өлім келгеннен кейінгі өкінішке салынатындар жөнінде айтады аяттың жалғасында. Фаяқула рабби лаула аххартани иля ажалин қарибин фаассаддақ. Егер мені қайтаратын болсаң депті, оларда да тіпті өкініш болады. Егер мен дүниеге қайтаратын болсам, бірінші істейтін іс әрекеті не дейді? Мен садақа беруші едім дейді. Ва акум минас салихин, және де ізгілердің қатарында болуға тырысар едім дейді. Ізгілер кімдер екен? Сол өзгелерге ізгілік көрсетушілер. Яғни бұл жердегі ең бірінші істеймін деп отырған іс әрекеті не нәрсе? Өзгеге садақа беруді айтып жатыр. Неліктен? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның және бір хадисінде садақа жаббар хақтың ғазабын сөндіреді дейді, ашуын басады дейді. Расында да бұл дүниеде берген садақа, ізгілік бізді ақыретте Алланың қаһарынан құтқарады екен. Ал енді сол садақаның өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде таза малдан тапқан табыстың таза жолмен, адал жолмен тапқан табыстан беру керек екендігі жөнінде айтады. Ондай берілген садақаның Алланың құзырында қабыл болып, тек қана қабыл болып қана қоймай, бәлкім Құдай тағала оны есесімен өсіреді екен. Хадисте Алла субханаху ва тағала біздің сол берген, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір құрманың көлемінде болса да, азғантай ғана мөлшерде, бірақ адал табыстан беретін болсақ, Алла тағала оны өзінің құзырында қабыл етіп, оны өсіреді екен. Алла тағала оны өсіреді, оған тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям юрабби деп айтады. Мынау тәрбие сөзі әдетте араб тілінде немұрайлыққа қолданылатын дүние емес. Мысалы, әке-шеше баласын тәрбиелейді. Сол үшін де бұлау Алла субханаху ва тағала сол аз болса да адал дүниемізден тапқан берілген садақаны солайша өсіреді дейді. Сендердің бірлерің қалайша құлындарыңа қарап соны өсіретін болсаңдар, міне дәл солай дейді. Араб халқында егер бірінің құлыны болатын болса, ол тіпті ұйқыға да бармайды екен. Соны өсіріп, жеткізіп, соны қарап, қатты көңіл бөледі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға түсінікті болсын деп өздерінің сол күнделікті қолданыстағы бар сөзбен сөйлеп, сендер құлындарыңа қалай қарайтын болсаңдар, Алла тағала да ол берілген садақаны солайша өсіреді дейді. Қияметтің күні барғанда әлгі құрманың көлеміндей болса да берген аз-наулы садақаны есесімен еселеп Алла субханаху ва тағала қайтарып береді екен. Сондықтан да бұл жалғанда берілген ізгілік бірінші берген садақа мұқтаж жанның қолына түспестен бұрын
Құдайдың құзырында қабыл болады екен. Айша анамыз сондықтан да садақа бергісі келсе, оны көркем етіп, бәлкім қошбу иістерді сеуіп тұрып, тіпті қандай да бір ізгілік беретін болса, қандай да бір садақа беретін болса, оны көркем ретте, көркем тұрғыда беруге тырысады екен, көркемдетіп беруге тырысады екен. Садақа сөзі араб тілінде үш әріптен тұратын болса, садақа бұл сыдық деген сөзбен де, яғни рас, растау, шынай екендігін дәлелдеу дегенде мағына келіп шығады дейді ғұламаларымыз. Не нәрсені? Мына жүрекке жақын болған дүниені шығарып Құдай жолында беру деген сөз, ол садақа. Иә, растады, шын істеді, рас істеді, растады деген мағынамен ұштасады дейді. Сондықтан да мына дүниеде, қазақта да мал дүние қолдың кірі деп жатамыз. Сол Құдай тағала берген мал дүниесінен өзгелермен де бөлісу. Құдай тағаланың бұйырған жылына шамасы келген адамға зекеті ол малдың 2,5%, қойдан 1/40, мал дүниенің жағы 2,5% деп жатамыз. Бұл шамасы келгендерге. Ал енді садақа деген дүние бұл бір шектеулі емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті садақа жөнінде айтқан кезде кедейлер де орнынан тұрып, олардың да істегісі келгенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп айтады. Байлар біздің алдымызға өтіп кетті. Я Расулалла деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оларға Алланы еске алуды үйреткен екен. Яғни ол да садақаның бір түрі болып саналады екен. Алла субханаху ва тағала берген садақамызды Құдай тағаланың құзырында есесімен алуды Алла нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирук ва натубу илейк.